Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні 128-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы одағай сөздер. 40-ші жаттығу өлеңді дауыс екпінімен ырғағын сақтап оқы. Қарамен жазылған сөздердің мәнін бет, бейне, қимыл арқылы көрсет. Асау тайым бермеді бой, ашу мені кернеді ғой. Ой, тарғыл жылан шақпады шақ, табанға сап таптадым ақ. Шыбық алып ешкі қуып, шаршадым мен кешке жуық. Ренжитер бұлдағайды, оқыдым одағайды қап. Өлеңнің авторы Қадыр Мырзали. Қарамен жазылған сөздердің мағынасына, тыныс белгілеріне назар аудар. Мұнда балалар қарамен жазылған сөздер ой, ах, қап деген сөздер. Мұның барлығы адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Мысалы, ренжігенін, ашуланғанын, шаршағанын білдіріп тұр. Және де бұл сөздерден кейін леп белгісі қойылған. Олай болса балалар, ережені мұқият тыңдап, есімізде сақтап алайық. Сөйлеушінің сөйлемде айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөздер одағай сөздер деп аталады. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Мысалы, бәрекелді өнерлі бала екен. Ойпыр-ай, қауып алған жоқ па? 41-ші жаттығу берілген тақырыптардың бірін таңдап алып, диалогке түс, сөйлеу мәдениетін сақта. Мұнда берілген тақырыптар ана тілің арың бол, немесе ана тіліңді құрметте. Олай болса балалар, ана тіліңді құрметте тақырыбына диалог құрастырып көреге. Айдана, ой шіркін, қандай керемет өлең оқыдың. Тілің қандай шұрайлы. Айсезім, рахмет Айдана, бұл біздің ана тіліміз ғой, өз тілімізді құрметтеп, таза сөйлегенді жақсы көремін. Айдана, дұрыс айтасың, тіліміз халқымыздың жаны. Кейбір жастар басқа тілде сөйлегенді сән көреді. Айсезім, әттеген-ай, сол дұрыс емес қой, тілімізге құрмет болмаса, ұлт болашағы бұлыңғыр болады. Айдана, иә рас, ата-баба аманатын сақтай білуіміз керек. Ана тіліміз біздің мақтанышымыз. Айсезім, дәл солай. Ертең мектепте ана тілі туралы тәрбие сағаты болады. Қатысайық, Айдана, алақай, міндетті түрде қатысамын. Осы сияқты балалар, сендерде берілген тақырыптардың біреуіне диалогқа түсулеріңе болады. 42-ші жаттығу берілген одағайларды қатыстырып сөйлем құрап жаз. Мұнда берілген сөздер ба, шіркін, әттең, ойпыр-ай сөздері. Осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жазып көрейік. Па шіркін, қандай көркем сөйлейді өзі, ана тілінің байлығына сүйсінесің. Әттең, кейбір жастар өз тілін менсінбей, бөтен тілге еліктеп барады. Ойпыр-ай, осынша асыл сөздерімізді ұмытып бар жатқанымыз қалай? Деген сияқты сөйлемдер құрамызға болады балалар. Мұндағы па шіркін, әттең, ойпыр-ай сөздері одағай сөздер. 43-ші жаттығу сөйлемдерді одағай сөзі бар сөйлемге айналдырып жаз. Бірінші сөйлем елбасымен кездесеміз. Бұл сөйлемді алақай, біз елбасымен кездесеміз деп айналдырымызға болады одағай сөзге. Екінші, аға мұныңыз жақсы ақыл болды. Бұл сөйлемді айналайын, аға мұныңыз жақсы ақыл болды деп өзгертуімізге айналдырымызға болады. Үшінші сөйлем қарағым-ай, білмейді екенсің ғой. Бұл сөйлемді ой, қарағым-ай, білмейді екенсің ғой деп өзгертуімізге болады. Төртінші сөйлем ағылшынша еркін сөйлесем, шіркін, ағылшынша еркін сөйлесем деп өзгертуімізге болады. Одағайлардан кейін қандай тыныс белгісін қойдың? Мен мұнда балалар одағай сөздерден кейін үтір қойдым. Одағайлардан кейін үтір немесе леп белгісі қойылады. Балалар, егерде одағай сөздер сөйлемнің басында келетін болса, одағай сөзден кейін үтір қойылады. 44-ші жаттығу жаңылтпашты оқып жатқа айт. Дәптерім дәптер-ақ еді, жоғалтқан қап дер-ақ еді. Қажетке көп жарап еді, әлі де көп жері ақ еді. Одағай сөзді тап. Қарамен жазылған сөздерді салыстыр. Қайсысы сын есім, қайсысы жылау екенін дәлелде. Мұндағы одағай сөз қап деген сөз. Жаңылтпаштағы қарамен жазылған сөздер ақ сөздері. Мұнда бірінші дәптер ақ, бұл шылау болып тұр екен. Ал екінші жері ақ. Жері қандай? Жері ақ. Яғни қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болып тұр екен. 45-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Ребусты шешуіндегі сөзді шылаулармен салыстырып,
бір-бірінен айырмашылығын айт. Мұнда балалар алма, ай және қайыңның суреті берілген. Алма сөзінен соңғы екі әріпін алып тастаймыз, ай сөзінен соңғы бір әріпті алып тастаймыз және қайың сөзінен соңғы екі әріпті алып тастаймыз. Сонда ребустың шешуі алақай деген сөз шығады екен. Ал одағайлар мен шылауларды бір-бірімен салыстыратын болсақ, шылаудан ерекшелігі одағай сөз басқа сөздермен тіркеспейді және де екеуінің айырмашылығы тыныс белгісінде деп айтсақ та болады. Және де шылауда мүлде мағына болмайды, ал одағай сөздер өздері дербес тұрған кезде адамның көңіл күйін білдіретін сөз болғандықтан жеке тұрса да біз оны түсінеміз. Мысалы, мұндағы алақай сөзі бұл адамның қуанғанын білдіріп тұр. 46-шы жаттығу ұлттың болашағы ана тілінде деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Ол үшін бірінші тақырып бойынша дереккөздерден мәлімет жина. Екінші, сөйлейтін сөзіңнің жоспарын құр. Үшінші, қолданылатын мақал мәтеліңді анықта. Төртінші, ойың дәлелді болу үшін мысал ізде. Бесінші, айтар ұсынысыңды тұжырымда. Алтыншы, сөйлеу барысында дауыс екпіні мен ырғағын сақта. Ым-ишара мен одағай сөздерді қолдан. Олай болса, балалар ұлттың болашағы ана тілінде деген тақырыпта жоспар сөйлеуге дайындалайық. Жоспар: бірінші, ана тілі ұлттың жаны мен болмысы. Екінші, тілді сақтаудың маңыздылығы. Үшінші, болашақ бүгіннен басталады. Ана тілі әр халықтың жаны мен болмысы. Ол арқылы біз бір-бірімізбен сөйлесеміз, ойымызды жеткіземіз. Қазақ халқы ішінде ана тілі ең қымбат қазына. Шіркін, тілдің қадірін білсек қой. Тілді сақтау өз ұлтыңды сақтау деген сөз. Егер тіл жойылса, ұлт та жойылады. Сондықтан ана тілімізді қадірлеп, таза сөйлеуіміз керек. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген. Ана тілімізді құрметтеп, оны жойылып кетпеуіне үлес қосайық. Болашақ бүгіннен басталады. Біз балалар тілімізді сүйіп құрметтесек, еліміздің болашағы жарқын болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.